Жақында менің бөлем Ернат маған хабарласып, бір велосипед жинап беруін өтініп сұрады. Мен оған арнайы КСРО кезінде жасалған салют велосипедін жөндеп беруге ұйғардым. Ең алдымен велосипедтің мен ортасын жасап алып, оған мынандай промподшипник орнаттым. Неге десеңіздер, себебі промподшипник қолдануға өте қолайлы және де басқан кезде өте жұмсақ басылады. Көптеген түстерді таңдап, арасында мен жасыл түске тоқтадым. Өйткені шынымен ашық, жарқын, әдемі түс екен. Және де жабық жерде мен осы велосипедтің қаңқасын осындай ашық, жарқын түске боядым. Мінекей жасыл осындай ашық, жарқын түсті велосипед болып шықты. Бұл түс өте маған да және бөлеме де ұнады. Және де алдыңғы вилкасына мен жаңадан екі подшипник жасап, орнатып, осылай тартып, рөлін осылай бекітіп қойдым. Сонымен қатар дөңгелектердің ішінен мен осындай екі дөңгелек алдым. Бұл дөңгелектер белорусиялық велосипедтердің дөңгелектері. Яғни бұл велосипедтің дөңгелектердің өлшемдері 24 екен. Сонымен қатар осыны жаңадан қырқаяқ орнатуға ұйғардым. Осыны жаңадан қырқаяқты мен орнатып, мінекей осылай арнайы шпонкамен мен бекітіп қойдым. Мінекей істе тексеріп жатырмыз, өте жақсы, өте қолайлы екен. Сонымен қатар шынжырынан мен осындай КСРО кезіндегі мықты шынжырлардың біреуін алып, орнатып бекітіп қойдым. Неге осындай шынжыр десеңіздер, өйткені қазіргі Қытай елінің шынжырлары өте сапасыз екен, металдар жұмсақ, ал бұл шынжырдың металы өте мықты. Сонымен қатар велосипедтің артына жүк тиегіш, осындай жүк тиегішті қара түске бояп, мен оны орнатып қойдым. Және де рөлдерден айтатын болсақ, алдыңғы рөл мүлдем маған да ұнамады, өйткені ыңғайсыз екен. Адам отырғанда бір түрлі отырады екен, сондықтан бұл рөл маған керек жоқ. Мен орнына басқа рөл орнаттым. Сонымен қатар мынандай педаль, өзінің бір арнайы педалі болған, негізі кеңес үкіметінің кезінде салған, бірақ ескі екен және де қолдануға келмейді екен, осындай педаль орнатып қойдым. Сонымен қатар мінекей велосипед дайын. Енді бұл велосипедті істе көру керек, қалай болады екен. Мінекей мен велосипедті алдым және отырып қазір мен мұны теуіп көремін. Бұл велосипедті тепкен бір сәтте мен өте бір жұмсақтық, жайлылық әрі бір күшті бір сезімде болдым. Өйткені шынымен өте жақсы велосипед екен. Тек қана маған емес, менің де қарындасыма да бұл велосипед ұнады. Құрметті достар, егер мен жұмысым және осы видео ұнаса, лайк басып, біздің арнамызға жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар.